Мен жергілікті қазақ болсам да, үнемі мына қандастарды, оралмандарды жүрген жерімде қолдап жүрем. Кешеден бері мына қан қысым көтеріліп, намысым кеудеме сыймай жүр ғой. Мына Алматының жанында, Талғар қаласында Кулакова Эльмира деген бір кәріс әйел бар, блогер. Үнемі қазақтарға қарсы сөйлеп жүретін, мазақ қылып жүретін. Кеше тағы бір видео жазып жіберіпті қандастар туралы. Эти оралманы, қандасы, предатели в одно время предали свою родину, теперь вернулись, права качает. Придурки деп. Бұдан өткен қорлық бар ма? Алыстан елін жерін аңдып келгенде еститін сөздері осы ма еді олардың? Өзінің қазақ емес, басқа ұлттан естіп отыр, және есіктен кіріп төр менікі деген. Бұл сөзді мына Эльмира деген кәріс әйел айтпас еді. Біз өзіміз кінәліміз. Руға бөлінеміз, орыс тілді болып бөлінеміз, қазақ тілді болып бөлінеміз, тәңіршілдік, мұсылман болып бөлінеміз, оралман болып бөлінеміз. Соны бұлар бәрін біліп алған. Бірлік жоқ екенін біледі, ешкімнен қорықпайды. Егер де бізде бірлік болса, мына видео жаза шыға салысымен, ана Талғарда толып жүр қазақтар, көршілерде қазақтар шығар, жүгіріп келіп айтатын еді. Иттің қатыны сен не деп отырсың? Неге сен қазақтарды қорлайсың? Кім придурок деп, кім предатель деп? Жоқ, ешкім айтпайды олай. Намыс жоқ. Намыс жоқ. Қазақтар сол үшін көрінген мазақ болып жүр. Керісінше, ана шал қазақтарын, мәңгүрттерің оны қолдайды. Правильно говоришь. Зачем эти қандасы оралманы деп? Соны біліп отыр бұл әйел. Жоқ. Мен сіздерге айтайын. Намысы бар қазақтар, қандастар. Қайда тұрасыздар? Өскеменде тұрасыздар, Семейде тұрасыздар ма? Талғарға барып керек жоқ. Заң шеңберінде арыз түсіріңіздер. Полиция бөліміне барып, міне осындай Талғар қаласының тұрғыны Кулакова Эльмира деген блогер әйел мені қорлады, мен қандаспын. Мені сатқын деді. Менің сатқын екенімді дәлелдесін. Мені придурок деді. Жарым ес деді. Оралмандардың бәрі жарым ес дейді. Сондықтан қылмыс қозғандар 174 бап бойынша ұлт араздық тудырып отыр, ұлт араздық қоздырып отыр, жергілікті халықты бізге қарсы қойып отыр деп. Бүгін мынау солай айтып отыр. Қазір үндемей қалсақ, ертең басқалардың барлығы сөйлеп айтатын болады. Көрінген жерде қандастарды қорлайтын болады. Ондайға жол беруге болмайды. Ол менің қандасым, қаны бір қазағым. Сондықтан мынаны былай қалдыруға болмайды. Жауапқа тарту керек, жіберетін жерден жіберу керек. 174 бап бойынша 7 жылға бұл сотталуға тиіс. Болмаса көрінгенге мазақ қылып жүреміз. Егер де полицияға барларыңыз келмесе, тың орнында үйде отырып, өтініш арқылы арыз жазып жіберу керек. Талғар қаласының тұрғыны Кулакова Эльмира деген блогер. Ана немереден үйде көз ашық балаларым бар, соларға таптырыңдар. Мынаның осы айтқан немересін видеосын. Содан видео жазба сақтап қойыңыздар. Ол дәлелдеме ретінде болады. Ертең шыққан шығындарыңыздың бәрін төлетеді, сіздерді жәбірленуші деп танитын болады. Ана Эльмираның мойнына шығындарыңыздың бәрін қойдырады, моральдық шығын төлеттіреді үстінен. Жібермеңіздер. Ешкімді мына өзіміздің жерімізде қорлатпаймыз. Ешбір қазақты қорлатпаймыз. Жер біздікі. Төбеге қарау керек. Үндемейміз, сыйлаймыз. Кім болса да сыйлаймыз, ұлтына қарамай. Бірақ бізді қорлауға жол бермейміз. Кім болса ол болсын, қандас болсын, басқасы болсын. Қазақ деген қаны болса болды. Қайда жүрсе ол қазақ. Қайда жүрсе де біз оларды қорғаймыз. Олай етпейтін болатын болсақ, бірлік жоқ болатын болсақ, жан жаққа бөлініп жүрсек, ру деп, тәңіршіл, мұсылман деп, мәңгүрт шала қазақ деп сөйлеп, қазақ тілділер деп бөлінетін болатын болсақ, онда біз кім көрінгенге жем болғанымыз басы осы. Болашақта кім көрінген біздің бетімізге түкіретін болады. Мынау шеттен келген миллион қазақтың қандасын бетіне түкірді. Мынау бұған жауап беруге тиіс. Соны қолға алуымыз керекпіз. Егер бірдеме түсініксіз болатын болса, мен жекеме шығып сұрақ қоюларыңызға болады. Білгенімді айтып жауап беремін.